Саламатсыздар ма әріптестер? Бүгінгі видео сабақта 2020-2021 оқу жылының бірінші жарты жылдық, яғни екінші тоқсанға 1 сағаттық пәндерге БЖБ негізінде баға шығаруды көретін боламыз. Қазіргі таңда күнделік жүйесі жаңартылып, осы 1 сағаттық пәндер БЖБ нәтижелері, яғни БЖБ және формативті баға нәтижелері бойынша қорыту мүмкіндігі қосылды. Мектеп журналға өтеміз. Сыныбымызды таңдап аламыз. Пән. Ары қарай формативті бағалар бар. Бұл жерде БЖБ қойылған. Яғни мына графада БЖБ мен формативті бағаның нәтижесі қосылып, яғни 2.90-дікі бірінші тоқсанға қарасақ болады. Егер бірінші тоқсанда нәтижесі төмен болатын болса, екінші тоқсанға сол бағаға әсер етеді. Ары қарай жиынтық шығады және күнделік жүйесінде ұсынылатын баға. Мына жерде сұрақ белгісіне келетін болсаңыз, ұсынылатын бағалау Қазақстан Республикасы Білім ғылым министрлігі бекіткен формулалар негізінде есептелген. Оқушыға баға қою үшін қойылған бағанына бағаны дербес түрінде енгізіңіз. Мысалы, ұсынылатын баға, яғни 3 бағасы формула бойынша есептелініп тұр. Демек, біз 3 бағасын қоюымыз керек. Ал енді бұл жерде 3 баға ұсынылып тұр. Бізде әлі формативті баға қою мүмкіндігіміз бар. Сол үшін формативті бағаны қалған күндерге қойған кезде ұсынылатын баға көтеріледі. Яғни сол бағаны қойып отырамыз. Яғни соңғы күндерде формативті баға қойылса, мына жерде пайыз көтеріледі. Жиынтықта пайыз көтеріліп, ұсынылатын баға жоғарылайды. Содан соң біз сол бағасын қоямыз. Осылайша барлық оқушылар бағаланып отырылады. Осымен видеомыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.